Тата бұл су алдыртпайды ғой. Ары кетсе бір 1000 чоник кететін шығар, соған су алғызбай жатыр ғой. Осындай мама кімде бар, айтыңыздаршы. Енді мен алдында бір осы жермен жүріп өткенде бір видео түсіріп едім. Қазір сол жермен тағы да жүріп бара жатқан жайым бар. Қалай жалпы осылай қазақша, тек қана қазақша сөйлеп сіздерге өтіп жатырмын ба мен? Өтіп жатсам астында комментарий жазып кетіңіздерші. Тек қана қазақша жүргіш айналайын деп. Тек қана қазақша жүргізуге тырысамын мен. Барынша орысша сөздерімді сөздік қорымнан влогқа түсірмей алып тастап жатырмын мен. Между прочим, де орысша сөйлеп жатсам ше. Анандай автобустарды көріп педіңіздер? Сары тұр ғой. Зор, Мына жерде осындай әншілердің, актерлардың заттары сатылады екен. Арнайы солардың аттарына жасалынған. Мына брелоктары бар, сырғалары. Әдем осындай мойынға тағатын кулон сияқтылары бар. Альбомдары. Карстың қыздары ғой. Наклейкалары бар екен. BTS. Осындай бір белгілі звездалардың киімдері, кепкалары. Неше түрлі заттары бар екен. Көрсең қызығасың тегі. Мынау тұрған көзге әдем болып көрінетін фон осы магазиннің ішінде. Әдем оформлениемен осылай жасап тастапты. Қазір біз бір үлкен зданияның ішінде жүрміз. Заттарының бәрі керемет. Ішінің барлығы тек мынандай үлкен да. Кез келген қалаған затыңды тауып алсаң болады. Ішінде бос жерлер көп екен өте. Мынандай әдемі орындықтар, неше түрлі. Оформлениялары әдем екен. Мама, сіздер наны қарасаңыздар. Жоқ, нау. Сіздер на жақта қарасаңыздар. Отырып кітап оқысаң болады. Жүріп, балаңмен, қызыңмен келші. Не деген жеріне, құдай. Кірді, любой нәрсеңді қалағаныңды жасай берсейші. Родной ғой. Төбесін қарасаңыздар. Не істеуге болады неқтан ажым? Не істеуге болады деп ойлайсыз? Осындай бір жерде жүрген менде арман жоқ. Оның барлығы менің шешемнің арқасы. Қалай жалпы? Реклама қалай кетті? Өлтіріп жіберем ғой. Потолок. Мама жаттап алған ғой мен сөздерімді. Дивандар сатылады екен, оказывается, ма? Мына қараңыз, бағалар жазылып тұр. Бағалар жазылып тұрған сияқты, сатылатын сияқты мыналар. Сатылатындар ғой, бағаларымен тұрған. Бағаларымен ба? Мынау обычно лестницамен көтерілдік төбеге қарай. Мына зданияның ішінен шықтық. Зданияның үстінде мынандай полясы тұр екен. Бәрін қолдан жасаған. Бұл кісілер өте дамып кеткен ғой енді. Анаға жаққа дейін поля. Бұл жақта не ойнайтынын білмеймін әзірге. Бұл кісілер өте дамып кеткен, милары қатты жұмыс істейді. Ризамын жалпы Карс халқына. Көп нәрсені адам ойламайтын нәрселердің барлығын шығарып, жасап тастаған біздікіндей. Шығаруын шығаратта ойланып жүреді, жасасам ба, жасамасам ба деп. Сөйтіп жүріп уақыт өтіп кетеді. Ана жататында барып жатамыз ба? Мынандай брендте жүрміз, Dynafit деген. 89 мың. Бір футболкалар 89 мың. Бір футболкалары біздің бір күндік жұмыс ақшамыз ғой. Не деген, да?
Чё за тигр мынау? Чё за тигр мынау? Құдай, чё за тигр мынау, а? Сумкаларды қарасаңдар, айбай, не сумка мынау? Айбай, ай. Мынау аяқ киімдерді, ай. Сен жоқ, нан киіп алсаң болды ғой. Тепкенін құлатасың мына мен. Жүгірсең қат жүгіресің мына мен. Мыналар зор көрінеді екен. Прям зор. Жүрегіңді психологически дайындап бересің да, мен байымын деп. Кеттік, қарсай. Мынау аяқ киімді аламын мен деп ше. Қыз бала деп қарамайын жүр олардың аяқ киімдер. Бәрі голубойлар ғой деп ше. Не шлепка аналар. Зор екен, а? Қанша екен? Қанша бағасын ерді жазып тұрған шығар. 40% скидка болып жатыр екен. 69 мың дейді. Olmay ой, да? Адамға таңдау беріп тастаған. Қайсын аласың? Ала бер деп тұр ғой. Не деген аяқ киімдер. Айбай, ой деген. Аяқтың киімдерін отырғанша ойбай, мынан қарасаңызшы. Кішкентай. Аяқ киімдер. Мама газ көрсе ауырады. Мағаналар қалай? Алар. Әзімсін ай. Кішкентай. Айттым ғой. Білесің ғой, психикасын жаттағансың ғой. Короче, бұны түсініп отқан қыздар бар шығар. Дайректке өтсеңдер іштепші. Кет, басқа жақты көрейік. Сол бағанағымды естеріңізден шығармаңыздар, ұмыт кетпеңіздер. Менің шашым что-то өзіме не то ұнамай тұр. Қалай болып тұр жалпы шашым? Комментарий жазып кетіңіздерші бірдеңе деп. Нормально тұр, онша емес тұр деп. Түрім что-то өз-өзіме кеп тұрған жоқ. Кімге қандай шлепка керек? Ал. Қандай шлепка керек? Любой вариантты айтыңыздар. Любой қалағандарыңыз тауып береміз неяқтан. Мына жерге тұрсам, мен бірдей пацет болады екен. Егер де маған заказ беретін болсаңыздар, мен сіздерге аккаунтымды тастап кетем. Сол жақтан осындай заттарды алып салатын боламын алдағы уақытта. Соны мен қолға алып жатырмын қазіргі таңда. Инстаграмым ашып, бәрін жақсылап дайындап жатырмын. Алла қаласа, жақсылап бақылап отырыңыздар менің YouTube каналымды және Instagram парақшамды бақылап отырсаңыздар, бәрін салып, бәрін детальны айтатын боламын. Киім сататын дүкендерінің ішінде жүрсең, көзің бір иллюзия ғой, иллюзия. Қалаған кепкіңді келіп таңдап ал деген сөз ғой мынау. Былай айтқанда. Қалағаныңды кеп ала берсе, işte осын деп тұр ғой. Біз мысалы кепка қараған кезде таппай қиналамыз да. Ал бұл жақта таңдап қиналады екенсің да, қайсысын алсам болады екен деп. Мысалы кез келген кепканы аласың да бүйтіп. Көресің да бірінші бағасын көрейік құрсын. Аласың да басқа 63 мың вон ілес аласың ғой, короче. Қалай жалпы? Четко ма? Басқа 63 мың вонды алып ілес алдым, что-там. Зор екен. Что-там аламыз ба ағайындар? Бірақ онша кепкі менде негізі бар. Просто өзім кепкі көп кие алмаймын ше. Шашыма прическа жасасам вообще кимеймін де кепкі. Сол киімдеріңе по цветін табасың ғой. Барлығы киімдеріңе по цвет болады. Бұқта сөйтіп киінеді де бәрін по цвет қылып ше.
мына кісілер тиктокпен уже сатып жатыр кәдімгідей. Мен бұл жақта аяқ киімдердің ішінен ең патологын көрдім. Мына енді шамалы бізге не то болып тұрады, көрінген жергенесің, но бірақ мынандай да шығарып тастаған да. Аяқ киім шошқаның табаны сияқты қылып екіге бөліп сөйтіп шығарып тастапты осылай. Басқан сайын бүйтіп мыжылып жүретін ғой, аңғарсай. Маркетинг деген ұрып тұр ғой шіркін, ай. Не деген минимализм мынау. Не деген минимализм мынау, құдай. Мына бір торговый центрға келгенбіз ғой. Іші деген ойбай, 8-ші ме, 9-шы этажында жүріп қазір біз. Ішінде деген керегіңді табасың ғой, бәрі бар ішінде. Аксессуардан киім кешек бәрін табасың, короче. Очкилар, мысалы, очки қанша тұрады? Деп бетіп бағасын қарап қосам $147 тұрады екен. Жайлап бүйтіп сүресінде бүйтіп деп бұрылып не бар екен басқа мамда қоясың ба? Магия оның іші. Бәрін алғың келеді, бәрі күшті, бәрі әдемі. Маркетингтері күшті. Әлі біте алмай келеді, мынаны патологына шыға алмай жатыр мына зданияның іші. Адам саны деген көп, айта алмаймын. Енді бізде де бұндай жерлер бар ғой. Барып өзіңмен өзің кофеңді алып, ноутбугыңмен жұмыс жасайтын болсаң, кітап оқысаң да барып отырып оқып, жұмысын жасап отыра беретін жер екен да бұл. Бірақ адам деген көп, ана жерде сабақ оқу деген невозможно, мүмкін емес. То есть қазақша екен ғой мен влогым. Соны айта салайын деп. Менің шешем мынау артымызда тұрған автобусқа мінейік деп болмай жатыр. Ал далада жаңбыр жауып себелеп тұр. Қазір айтамда, сіз барып айналып келгенше бір сағат уақытыңыз, 45 минутыңыз өтер. 45 минуттың ішінде жаңбыр қатты жауып кетсе не істейміз дедім. 전능하시고 공유로신 하나님께서 여러분들의 모든 은밀한 행위에 대해서 тәтті. 마지막 날 다시 ас болсын. Яқта бір көке бір бәле деп жатыр. Қандай абалдық, аты қандай? Атын білмеймін. Аты не дейді наны? Аты? Ерім. Білмеймін атын. 이 사실을 마음으로 믿으시면 여러분들의 ал жеп көрек, дәм көрек. 받으시기 바랍니다. 우리 교회 홍보하러 나온 것이 아니에요. 잠깐만. 구원 받으라는 거예요. 난 бар. 그 죄에 대해서 ішінде сыр бар, сыртында шекері бар, құм шекері бар. 그 죄값을 치르셨어요. Дерскі, демаламай жеп жатырмын. 이것을 마음으로 믿으시면 артында тұрған біреу миымда ашып жатыр. 제가 여러분들이 구원받을 수 있도록 지금 기도드리겠습니다. 마음으로 따라하실 분은 жаңбыр жайлап жауып келе жатыр, зонтик ұстап алған елдің бәрі. 위대하신 하나님. Бұның бағасы 여러분들의 죄값을 3,000 조닉. 믿기만 하면 3,000 조닉은 무슨 땡기면 1,000 땡겨 고? 지금 구원받고 가십시오. раз. 주 예수 그리스도를 3,000 조닉 1,000 땡겨. 그리하면 너와 내 집안이 구원을 받으리라. Бағанағы менің айтқаным дәл келіп, жаңбыр жауып кетті. Бұған не дейсіз? Настроением жоқ болып кетті деймін да, басқа не деймін. Настроение түсіп кетті. Бұл жақта жаңбыр жауса, күн ысып кете ма, бірдеңе, короче. Жердің ыстығы көтеріліп, настроениеңді бұзып, давлениеңді көтеріп жібере ма? Өзіме сөйтіп сезіліп жатыр бір. Анашым екеуміз корейский шиктанға кірдік. Мынандай су тұрады обычно. Анда монитор тұрады, осы жақтан заказыңды беріп, қосатын нәрсеңді қоса берсең болады. Мындай салатын әкеліп қойды әзірге соусымен. Қазір біз стейк жейін деп жатырмыз, сиыр етінен. Дәмін қазір алып келіп, қуырғаннан кейін сіздерге айтатын боламын. Окей? Бізге әзірге дәл осындай қылып алып келіп берді. Шикі ет мынау. Қазір
мына тұрған газға қойып өзіміз пісіріп солай жейтін боламыз. Мам, не іздеп жатсыз? Не іздеп жатсыз? Қазір қалай қуырамыз, қалай жейміз, қалай дәмін сіздерге жібереміз, соның барлығын жақсы тамашалаңыздар. Әзірге су ішіп отыра тұрайық. Кез келген корейский шектандарға кірген кезде мынандай қайшы көрсеңіздер, қорықпаңыздар. Олардың осы қайшымен кесіп ет жеп отса, ешқандай бір таңғалудың қажеті жоқ. Олар өздері үйреншікті, осы қайшымен ыңғайлы, қайшымен етті кесіп, солай жей береді. Сүйектің де еттерін осылай қайшымен кесіп алып жей береді. Басында мен де келгенде түсінбегем. Міне анашым бастап отыр, жайлап-жайлап қуырып өзінкін. Қалай болады екен енді, бисмилля. Бұл бисмилля деп сойылған мал ма екен, білмей тұрмыз ғой. Қазір маған видеоға жазулары мүмкін көбісінің. Харам ет жеп жатсың ғой, шошқаның пісірген газынан пісіріп жатсың ғой деп. Енді оларға ештеңе демеймін мен. Просто ештеңе демеймін. Оппо, мынандай тамақ келді ғой бізге. Тәтті сияқты тамақ. Ал, қуырып жатырмыз. Қуырмаш. Еттеріңді пісіре бер. Газым менің сөнбеші. Тәтті қылып пісірші. Мына отырған соустар дәмін келтіреді. Бұл еттің. Ана отырған рамyon маманың ішіне кетеді. Мына отырған салат маманың ішіне кетеді. Мына еттен кішкене жесем нетеді. Ойбай, мына соус не екен? Түсінбедім чота мен. Айтыңдаршы, осындай өлеңмен ақын болып кетсем қайтеді. Мына отқан барша халықты өнеріммен, өлеңмен тамсандырсам нетеді? Ешқайсы қарамайма не? Деп шапалақ ұрып іштеңі болмайды екен ғой неқті. Рамyon жейік, рамyon. Бисмилля. Söylemeye kadın var. Söylemeye kadın var. Tamam. Nenin etini o ma? Bana. Nenin etini o? Рамyonымызды жеп алдық. Терлеп деп шығып отырып. Ашты екен, тек әрең дауыс тым кішкентайдың өзін. Енді стейк жей. Не тұрсын деше? Кет қанеке достар. Дәм көрейік. Зор ғана ма? Ал, тойып тамағымызды жеп алдық. Әлденіп. Енді тұру керек, қайту керек үй жаққа. Болмайды мынау. Миым ашып кетті мына жақтан. Тез шығып кетейікші өтініш. Ай, шиқылдаған қоңыздар ай. Бір-бірімен жарысып сөйлейді ғой тек. Тамаққа тыңқиып тойып алдық. Болды, одан басқа не керек? Қайтсаңдаршы болды. Қайттық, жүріңдер, тайттық. Ай, үйге қарай қайтып баратырық. Жаңбыр жауып кетті ғой, не болды бұл сонда? Қалай болды? Жақсы болды. Күшті ғой жаңбыр жауған, жақсы емес па?